We have four parts to the self: the mind, the body, the subconscious. Біз төрт бөліктен құраламыз. Ақыл, дене, түп сана және жан. Бұл бөліктер бір-біріне ұқсамайды және бір-бірінен бөлек, тәуелсіз өмір сүреді. Бірақ олар бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Олар біздің эгомызды қалыптастырады. Бұл төрт бөлік дегеніміз қандай нәрселер дейтін болсақ, мұны түсіндірудің ең оңай жолы ретінде мен өзімнің кванттық жауынгер сананың болашағы деген кітабымда олардың әрқайсысына мифтік атаулар бердім. Бұл мифтік атаулар психологиялық аспектілерден тұрады және әрбір бөліктің қызметін сипаттайды. Бірінші, ақыл ойдың мифтік атауы тоқымашы немесе өрнек тоқушы. Өрнек тоқушы дегенде ол ойлай алады деген мағынада. Бұл жерде сіз айтасыз, неге жай ғана ақыл ойларды ойлайды деп айта бермеске, сол жеңіл болады ғой деп айтарсыз. Иә деп те, жоқ деп те жауап беремін. Себебі бұл ақыл ойдың нақты анықтамасы, бірақ мен өрнек тоқушы деп айтсам, ол бір бейнелерді елестетеді. Ал сол бейнелер арқылы оның қызметін жақты түсінуге болады. Біз осы ақыл ойларымыз арқылы әлемдік энергетикалық өрістің энергетикалық торабымен байланысқа түсеміз. Ақыл энергияның өрнектерін тоқиды. Ақыл ойдың екінші метафоралық атауы түп сана есігінің күзетшісі. Бұл өте маңызды қасиет. Бірақ адамдар мұны мүлдем түсінбейді. Адамдар түп санада болып жатқан нәрсені қорғаудың қажеті не дейді? Барлығы өте қарапайым. Сіз ойлаған әрбір ой күш-қуатқа ие және ойлар қайталана берсе, олар түп санаға жазылып қалады. Сіз қандай да бір ойды дұрыс болса да, теріс болса да, көп мәрте ойыңызды қайталай берсеңіз және мұны қаншама күн немесе қаншама ай бойы жасай берсеңіз, осы ойға бүкіл назарыңызды аудара берсеңіз, ол туралы ойлай берсеңіз, қайталай берсеңіз, ол түп санада бір бейнеге ие болады. Егер бұл сізге тірек болатындай позитивті ой қорыту болса, онда бәрі тамаша, супер. Бұл нағыз керек нәрсе. Ал егерде бұл мен қартайып барамын, енді менің денсаулығым бұрынғыдай болмайды, мен ешқашан қарыздарымнан құтыла алмаймын, өмірлік жарыңды табу өте қиын, немесе тағы да осы сияқты жағымсыз ой қорыту болса, онда сіз оны жиі қайталай берген болсаңыз, ол түп санаға өтіп кетеді. Енді қазір мен сіздерге түп сананың мифтік атаулары туралы айтып беремін. Сонда сіз неліктен одан аулақ болу керек екенін түсінесіз. Міне, не үшін біз ақылды түп сана есігінің күзетшісі деп айтатынымыз осыдан түсінікті болар. Егер ақыл мұны түсінсе, ол тек жоғары сапалы ойларды ойлауға жауапкершілік ала бастайды. Түп сананың мифтік атауы ой өрнектің иесі. Қараңыз, ақыл ойдың атауы өрнек тоқушы болса, түп сананың атауы ой өрнектің иесі деп аталады. Жаңа ғана мен айтқандай, егерде сіз бір ойды қайтара берсеңіз, ол түп санаға жазылып қалады. Сосын түп сана оны өзінде сақтайтын болады. Тек сақтап қана қоймайды, оның сәулесін шашып тұрады. Ойлар сенің бір бөлшегің бола бастайды. Яғни сенің ішіңдегі жанды, белсенді қуат көзіне айналады. Түп сананың екінші мифтік атауы желі хабаршысы. Түп сана деңгейінде сіздің ішіңізде резонанс тудыратын кез келген бейнелер, кез келген сенімдер, кез келген энергия, вибрация арқылы энергетикалық желіге беріледі және сіздің ішкі бейнеңізге сәйкес келетін адамдарды, жағдайларды және оқиғаларды тартады.
the circumstances, the situations that matches the images that you have within. And the third mythic title of the subconscious. Түп сананың үшінші мифтік атауы жетістіктің қозғалтқышы, яғни барлық дерлік адамдардың қол жеткізгісі келетін табысқа біз де қол жеткізуді қалайтын болсақ, онда сізге түп сананы өзіңізге жұмыс ете білуіңіз керек. Оны өзіңізді жетістікке жетелейтін қозғалтқышқа айналдыруыңыз қажет. Енді дене туралы айтайық. Дененің де мифтік атаулары бар. Дененің мифтік атауларының бірі уақыт пен кеңістіктегі сезуші және білуші. Бұл өте қызық естіледі. Мұнымен не айтқым келіп тұр? Ең алдымен дене уақыт пен кеңістікте өмір сүреді. Ақыл болса, уақыт пен кеңістікке бағынбайды. Ал дене олай істей алмайды. Дене дәл қазір осы сәтте, осы жерде. Ол уақыт пен кеңістікте бар, ол сезінеді және біледі. Дене үлкен даналыққа ие. Герметикалық философияда денені даналықтың орталығы деп атайды. Егер де біз дененің даналығымен жұмыс істеуді үйренсек, өз сезімдерімізге, түйсігімізге сенуді үйренсек, біздің денеміз бізге жұмыс істей бастайды. Және сол арқылы бізге өте құнды ақпараттарды беріп отыратын болады. Бұл бізді тағдыр навигаторы деп аталатын дененің екінші метафоралық атауына әкеледі. Көп адамдар өз тағдырын ақыл ойдың көмегімен анықтай аламын деп ойлайды да үлкен қателікке жол береді. Олар өздеріне сұрақтар қойып, бар ынтасымен тағдырларын түсінуге, өмірдің мәні мен мағынасы неде екенін білуге тырысады. Сіздің ақыл ойыңыз сіздің өмірдегі мақсатыңыздың қандай екенін ешқашан айтпайды. Керісінше ақыл ойға ілесетін болсаңыз, ол сізді жолдан тайдырады. Сіздің эгоңыздың бір бөлігі ғана сізді өз тағдырыңызға жетелей алады. Ол сіздің денеңіз. Сезімдерге ілессеңіз ғана сіз өзіңіздің өмірдегі мақсатыңызды түсіне аласыз. Осылайша өз сезіміңізге ілесетін болсаңыз, тек сол ғана сізді өз тағдырыңызға әкелетін болады. Енді біздің эгомыздың соңғы бөлігі бұл жан. Жанның мифтік атауы оянған жүрек. Бұл қате сияқты көрінуі мүмкін, оянған жүрек денеде болу керек емес пе дейді. Бірақ ол олай емес. Біз жүректі ояту арқылы жанды оятамыз және сол арқылы біз жанның не екенін анықтайтын боламыз. Жан бар пәрменімен басқаларға қызмет етуге ұмтылады. Олармен бірге болу, басқа адамдармен біртұтас болуды білдіреді. Біздің санамыз оны ойлай алады, бірақ ол әшейін ой болып қана қала береді. Дене оны сезе алады, ал жан оны біледі. Сондықтан адамға деген ең үлкен сын, ең үлкен мүмкіндік ол жан дүниені ояту болып табылады. Ал біз жанды қай кезде оята аламыз? Біз жүректі оятқан кезде ғана жанды оята аламыз. Бізге жүректі оятқан кезде, бір-бірімізді жақсы көре бастаған кезде, бір-бірімізге қызмет ете бастаған кезде, бір-бірімізді сыйлап, басқа адамдармен бірлігіміз жараса бастаған кезде ғана жан дүниеміз оянатын болады. Міне сол кезде біздің жанымыз өмірдің бүкіл саласы бойынша біздің жетекшімізге айналады. Бұл біздің эгомыздың ең күшті бөлігі. Бұл жерде мәселе мистиканың немесе діннің руханилығында емес, бұл адамның жеке басының функциясы. Сонымен бізде 4 бөлік бар. Ақыл, дене, түп сана және жан. Біз сана мен қуаттан құралған таңғажайып жаратылыспыз. Осы 4 бөлікті бір бүтін қылып жұмыс ету үшін оларды біріктіру біздің міндетіміз болып табылады. Міне осы кезде біз нағыз тұлға бола аламыз.